Мектеп алды даярлық тобының әдістемелік бірлестігі. Әдістемелік жұмыстың тақырыбы: мектеп алды даярлық сынып мұғалімдерінің шеберлігін арттыру, озат тәжірибелер мен ғылым жаңалықтарын өз жұмысына шығармашылық енгізу. Әдістемелік бірлестіктің жұмыс міндеттері: нормативті құқықтық құжаттарды, нұсқаулық әдістемелік материалдарды зерделеу жұмыстарын ұйымдастыру. Педагогикалық ұжым қызметінің инновациялық бағытын қалыптастыру, жаңа педагогикалық технологиялармен байыту және өз бетімен білім алуды ұйымдастыруда тәрбиешілерге консультативтік көмек көрсету. Бекарыстанова Роза Бейбітовна, еңбек өтілі 30 жыл, санаты жоғары зерттеуші. Далабаева Жанат Айжарыковна, 2 санатты мұғалім. Жұбатырова Салтанат Төлеуовна, мектеп алды даярлық тобының мұғалімі. Сақтағанова Ақерке Сейілханқызы, педагог модератор мұғалім. Болат Бақытнұр, мектеп алды даярлық тобының мұғалімі. Балтабасова Ақылес Тайыровна, 2 санатты мұғалім. Тайгелдір Жанат Әлібек қызы, мектеп алды даярлық тобының мұғалімі.